жолдасыммен қарым-қатынасым, ата-енемен қарым-қатынасым кішкене өзімнің қалағандай болған жоқ. Алтындардың бәрін ломбардқа салып жіберемін. Анау эгоға қатты тиетін нәрсе айтып жатырсыз ғой. Келесі сіз білесіз ба? Келесі сіз біреуді жамандамайтын боласыз. Алла тағала адаммен сөйлесе алмайды ғой. Тек біз адамдар арқылы сөйлеседі. Сәлем достар, бәр мүмкін хабарының кезекті шығарылымы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының педагог-психологтар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы психосоматологтар одағының мүшесі, психосоматолог, Тәубе методикасының консультанты, Қазақстанның үздік психологы төсбелгісінің иегері, Исатай ауданы Аққыстау орта мектебінің педагог-психологы, қазақ әйелдерінің жанашыры Гүлдәурен Қамидоллақызы Менғалиева. Гүлдәурен ханым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл-күй қалай? Жақсы, тамаша, керемет. Ендеше біз енді сіздің қазақ әйелдерінің жанашыры ретінде жазбаларыңызбен әлеуметтік желі арқылы таныспыз. Әңгіменің әрқиссасын өзіңізбен таныстықтан бастасақ. Психологияға қалай келдіңіз, қайдан басталды? Жалпы психологияға мен өзім тұрмыстықтан оқыдым ғой, университет бітірдім. Бірақ та тұрмыс құрғаннан бері менде бір кішкене бір жолдасыммен қарым-қатынасым, бағанағыдай ата-енемен қарым-қатынасым кішкене өзімнің қалағандай болған жоқ. Кішкене келіспеушіліктер болды. Содан балам ауырайып, жиі ауыратын болды. Соның бәріне мен өзім былай қарапсам, бәрі бар сияқты. Енді ата-анамда бар, бауырларымда, жолдасым бар сияқты, бірақ бір нәрсе жетіспейтін. Не жетіспейтін? Содан өзіммен бір жұмыс жасайыншы деп психологтардың сабағына қарадым. Өзімнің мысалы көптеген сабақтарды алдым. Бірақ ең маңызды түсінгенім, жалпы өзімен жұмыс жеке ішіңмен өзіңнен бастау керек екен. Когда сен айтады, сенің айналаң дейді ғой, ішкі айнаң, сен сыртқы айналаң деп. Ішіңде сен не бар, адамдар соны тартады екенсің. Мен ішімдегі өзіме деген претензиям, өкпе ренішім, сондай жағдайда болған кезде мен өзімді ренжітетін адамдарды өміріме тартқан екенмін. Енді былай айтсам, қазір психология келген кезде мен айналамнан психологтарды іздедім. Бірақ шын керек өзімді осыдан алып шығатын психолог таба алмадым. Жеке сабақтар ол бәрібір адамды өзіме жекеге алып шықпайтын көзім жетті. Енді ол білімдер керек болды, өмірімде қолдандым. Бірақ та сол үшін бағанағыдай бір проработканы өттім. Ең алғашқы российский психологтан бір таныс құрбым арқылы өттім. Сол кезде мен түсіндім, что проработка адамды ішкі жан дүниесін терең түсінуге, түп санасындағы программаны өзгертуге өте үлесін қосатынын түсіндім. Сол кезде мен өзіммен жұмыста проработка жасағаннан кейін менің жолдасыммен қарым-қатынасым, ата-енем жағынан, айналам жағынан менде өзгерістер пайда болды. Кәдімгідей олар мені жақсы көре бастады, мен оларды жақсы көре бастадым. Егер де менің ішкі немде бұлай претензия болған ғой, адамдар негізі неге ренжітсек претензиясы бар. Ол дегеніміз шарт қою ғой, мысалында. Мен енем мынандай болу керек, күйеуім мынандай болу керек деген шарттарды қойып алған. Ол шартқа сәйкес келмегесін менде реніш пайда болған екен. Содан өзім ең проработка жасаған кезде ең түсінген нәрсем, менің мамама деген, мен бір жылдан кейін сіңілім дүниеге келгенде, мен как вниманиясыз қалған сияқтымын ғой, мен жақсы көрмейді деп. Одан кейін мен ата-әженің бауырында болғам. Ата-әженің бауырында болған кісіге білесіз ғой енді, олар жақсы көруге болмайды, еркелетуге болмайды деп. Сол кезде жалпы анаға деген реніш болған кезде бұл қарым-қатынаста проблема келеді. Яғни анамен. Ал егер әкеге деген реніш болған кезде, ол ақша жағына, яғни ақшаның потогы жабылуына, ақшаның келуіне осы әсер етеді екен. Сондықтан негізінде қазіргі мәселе бойынша проработкалардың өткен кезде, мысалы, адам ішінде бір бейсаналы түрде 7 жасқа дейін бір шешім қабылдап қояды бейсаналы түрде. Мысалы, мен керек емеспін, мен әлсізбін, немесе бір өзін бір кінәлайтын сезімге мен қолымнан келмейді. Қолымнан келмейді деген сияқты. Негізінде көбіне 7 жасқа дейін
базовый убеждение қалыптасады, сенім нанымдар 7 жасқа дейін. Иә, 7 жасқа дейін туған балаға, мысалы, сенің қолынан барлығы келеді, сен осыған жетесің, саған сенімдім деп қалыптастырған бала өзіне өскен кезде самооценкасы жоғары, өзіне сенімді бала өседі. Ал егер де мынандай қойшы, қолынан келмейді, сен бүлдіресің, сен істеме, сен олай емессің деп баланың бетінен қаға беретін болса да, ол өскен кезде өзіне сенімсіздік пайда болады. Өйткені мен бұны жасасам қателесіп қоямын деген қорқынышпен ол еш нәрсе одан да ештеңе жасамай отырайын деп. Сонда психологиямен сіз қай жылдардан бастап таныссыз? Неше жыл болды бұл салада жүргеніңізге? Психолог болғаныма 15 жыл болды. 15 жыл Иә, психология. бірақ енді Мамандығыңыз психолог. Мамандығым психолог. Иә. Университет бітірген психологпын. Бірақ та сол психологпен енді 4 жыл жұмыс жасады. 4 балам бар енді ішіндегі. Соны декретпен отырып, осы балабақшада жұмыс жасадым. Одан кейін отбасы қолдау орталығында жасадым, мынада үлкендегі. Сосын мектепке ауыстым. Себебі қазіргі мезгілде оқушылардың, жасөспірімдердің психикасының әртүрлі мысалы кездесетін қиындықтар, сонымен қатар қазіргі енді суицид несі өте көп белең алып жатыр Атырау облысында. оның сондықтан осы мақсатта кішкене оқушыларға болса да көмегім тиесінші, кішкене болса олардың депрессия стресстерін түсінуге, олармен ашық сөйлесуге, ата-аналарына да кішкене көмегім тиесінші деген ниетпен осы мектепке келдім шындығында келгенде. Бала өмірге келді. Не істеу керекпіз? Анау менің де енді 4 Аллаға шүкір аманатымыз бар, иә. Енді біз осы мына оқып, қазір соңғылардан мүлдем ұрыспаймыз ғой. Деп неше түрлі өнер салады. Жарайды, айта берсін, эмоциясын шығарсын дейміз да. Енді екі үлкені басқаша, екі кішкентайы басқаша біздің үйде. Соны өзім кейде ана ретінде ойлаймын. Дұрыс жасап жатырмын ба, дұрыс жасамай жатырмын ба деп. Шындығында келгенде бала жылады ол жерде. Бала жылаған кезде біздер эмоциясын шығармаймыз, оны басып тастаймыз. Бала сол кезде эмоциясын шығару керек олай жерде. Жылау дұрыс. Жылау дұрыс, иә. Біз аламыз да қолына сотка бере саламыз, тәттімен алдай саламыз, немесе жұбата саламыз. Олай болмайды. Болмайды. Бала өзінің эмоциясын шығару керек. Жылап кәдімгі шығару керек. Сосын көбіне мысалы біздерде өмірде әрбір баланың алатын бір сабағы болады. Урок дейді ғой, мысалы, бала бұрын кішкентай жүріп бәрді құлап қалса, демек келесте мен ана жерден мұқият болу керек деген сияқты қалыптасады ғой. Сол сияқты адамның өзінің бір алатын өмірлік сабағы болады. Сол сабақтан біздер анадан қорқап қаламыз кеп, мынадан деп, оны баланы үбіктей береміз. Бәрібір ол студент болған кезде де алатын сабағын, немесе тұрмыс құрып алады, бәрібір алады сабағын. Сондықтан осы қазіргі кезден бастап өзінің алу керек, сабағын алу керек екен, алатын нәрсесін. Сосын мысалы көбіне қазір айтамыз 7 жасқа дейін базовый убеждение қалыптасты, уже 12 жасқа дейін баланың уже банадай внимание беру керек. Внимание ол махаббат бар ғой. Бала, мен всегда айтатын, мейір махаббатта өскен баладан ешқандай жаман шықпайды. Оған кәдімгі мейір махаббат. Оған сол балаға жетіспейтін нәрсені сол 12 жасқа толтырып тастау керек бала махаббат. Содан кейін 13 жастан бастап бала 25 жасқа дейін оның энергиясы жүреді. Ол бір нәрсені бүлдіргісі келіп жүретіні, сосын өздерін көрсеткісі келіп жүреді банадай, өзін дәлелдегісі келеді. Сол уақытта уже олардың достарының сөздері авторитарлы болады. Яғни біз ата-анадан гөрі қазір ата-аналар мен балам қарсыласады, мені тыңдамайды деген сияқты нәрселер ғой. Бірақ шындығында енді бала өзінің сол кезде өзінің сөзін дұрыстығын, правотасын көрсеткісі келеді, немесе өзін дәлелдегісі келеді, немесе банадай айтады ғой, өзінің энергиясын шығарғысы келеді. Қалай еткенде ол шығару керек. Содан кейін уже 25 жастан бастап уже бала табыс табуға, уже өзінің үйленетін болса үйленуге бет бұрады. Көбіне сол 25 жасында кезде бала өзінің сондай бір ақыл тоқтатып, өзіне жауапкершілік алатын кез осы 25 жасында. Қазіргі таңда мектеп қабырғасында жүріп, еңбекке араласып табыс тауып жатқан балалар өте көп қой, ол дұрыс па? Негізі ата-ананың жалпы міндеті баласын оқыту ғой, бірақ қазіргі балалар табыс табам, кішкене интем дейді, жұмыс жасап, өзімде. Енді жақсы, сол сұрақ туындаған кезде біз сұраймыз, ол табыс не істейсің деп, өзіме керек нәрсені аламын дейді. Негізінде бала осы бастан бастап еңбекке тәрбиеленген жақсы, бірақ та ол өзінің алатқан білімінде қатар алып жүру керек. Яғни қазір заман, білімдер заман, яғни сен
қай жерде жақсы мықты маман боласың, сол жерде сені ұстап қалуға тырысады ғой. Мысалы қосымша ақша берсе де мысалы ол маманнан айырылғысы келмейді. Себебі біледі де қазір сондай өзінің банағыдай жұмысына үлесін қосатын, қоғамға пайдалы адам екен осы білетті адамдар. Яғни қазір білімге қарай көп көңіл бөліп жатыр. Оқығысы келмейтін баламен қалай жұмыс жасаймыз? Негізінде баланың оқысы келмейді ата-ана тарапынан да кішкене қадағалау болу керек те. Мысалы біздерде қазір ата-аналар жұмыс басты, түсінеміз, таңертең кішкене жұмыс басты, отбасын асырау керек, енді барлығы солай, бірақ қазір балада телефонның әлеуметтік желіде көп отыратындығы белгілі, яғни көбіне әлеуметтік желіге басырып қояды. Ал шындығына келгенде мен кезде ойлаймын, балада кейбір қорқыныш болатын сияқты. Мысалы болашағына алаңдаушылық. Мысалы қазіргі кезде оқушылардың қазір ұбт-дан түсе алмай қалсам, грантқа түсе алмай қалсам деген қорқыныштары өте көп. Енді бұл қорқыныштың мысалы енді ол оқыса, әрекет етсе, мүмкін түсе алатынын біледі оқушы, бірақ та көбіне өзіне деген сенімсіздік, қорқыныш сондай айтады. Негізінде олардың бұл кішкене болса да ажан зерттеп келсек, ол ата-анасына көмектескісі келеді. Мен грантқа түссем, ата-ана мен үшін оқып төлемейді ғой деген сияқты нәрсені өздерінен етеді. Бұл да жақсы да негізінде. Бірақ енді қазіргі баланы білім алуға деген адамның өзінің бір мақсаты болу керек. Мен осы қазіргі көп мақсат қоймайды. Мақсат бол, мен осы мақсатқа жетемін, осы мақсатта мен осындай боламын деген сияқты бір арман болу керек қой. Балада. Ол арманды беретін ата-ана ма? Ата-ана мен мысалы арман, мысалы кейбір балаларда болады, мысалы өзі мақсат қойып, соған жетем деп талпынатын балалар, олар жақсы оқиды. Ал енді көбіне өзінің болашағын сенбейтіндер, осы мен бәрібір түсе алмаймын ғой, мен жете алмаймын ғой дейтін сенімсіз адамдар, ол оқуға көңіл бөлмейді. Ой, мен қолымнан келмейді ғой, көрем ғой дейтін балалардың ең негізгі түпкі фундаменті ол бала шақта жатыр ма? Көбіне балалық шақта жатыр. Енді менің балам ақылды, саналы, оқыған, өмірде бір жетістікке жетуі үшін мен жас ана ретінде жаңа туған балаларыма 7 жасқа дейін негізгі убеждение қалыптасады деп сіз айттыңыз ғой. Осы бағытта мен қалай жұмыс жасауым керек? Ең бірінші ана ретінде, ата-ана ретінде беретін менің базалық психологиялық көмегім қандай болу керек? Сол қолдау білдіру керек, ата-ана баласына қолдау білдіру керек. Кішкентайынан бастап сенікі дұрыс. Саған сенемін, сенің қолың жетеді, сен әрбір адамның ананың тілегі бір дұға дейді ғой. Каждый біздің айтысқан сөзіміз дұға. Мысалы кейде жаман сөз айтып қалдыңыз, ода дұға болады. Көбіне біз негізінде айтам ниетке байланысты бар ғой. Мысалы ата-ана баласына қандай немен жаман болсын демейді ғой. Бірақ та ең бірінші өзінің бірінші ниеті болу керек те. Осы балам менің жетістікке жетсінші, осы балам бір үлкен дәреже болсыншы деген ата-ана мен всегда неме айтам. Мен өз балама, мен миллионер балам, президент балам деген сияқты. Сондай сияқты. Сосын өзімнің бір тер қыз балама сол айтам. Менің қызым ертең өскенде білімді болады, саналы, мысалы ертең ақылды, иманды жігітке тұрмысқа шығады деген сияқты нәрсемен біз өзіміздің балаларымызға кішкене өзіміз не құюымыз керек қой. Бағытын көрсетуіміз керек. Менің қызым білімді болады деген сайын оқуға. Мысалы қазір бізді білімді, қазір балалар көбіне қызықпайды оқуға. Мектепке барғысы келмейтіндер сол қызығушылық болады. Мысалы кейде ойлаймын сол бағытты өзгертсе, мысалы қазір мысалы шетелдерде әртүрлі бағытта өткізеді ғой сабақтарды, сондай сияқты қызықтырып өтсе, оқушылар сондай нәрседен өзі барғысы келіп, көбіне мысалсын оқушылардың да мұғалім тарапынан да мейір махаббат көрсе, мысалы сынып жетекші оқушылармен бірге жұмыс жасап жақсы көріп отырса, ол баланың қызығушылығы жоғары болады кішкене. Сосын бағалауға сізге сен бүгін күшті жұмыс жасадыңыз, сіз одан сайын тырысасыз, мысалы. Ал сізге мысалы бүгін 5 жоғары бал алдым ба, мысалы 10 бал жоғары алдым ба, мен келесіде осыны алайыншы деп, мысалы оқушы талпынады. Түсіндік. Демек, балабақшадағы баламен де, мектептегі балаға да ата-ана ол өзі бағдарлама, программа дейміз ғой, құйып, жаңағы оның сенімге деген, оның қолынан барлығы келетініне, әлемдегі ең керемет тұлға екендігіне ана және әке сенім ұялату керек. Түсінікті. Енді осындай сенімді ұялату үшін
әйелдің, яғни ханым, сол үйдің ханшайым, оның психологиялық ахуалы дұрыс болу керек қой. Оның өзі психологиялық жағынан сау болмай тұрса, ол балаға дұрыс нәрсе бере алмайды ғой. Демек, негізгі мәселе әйелмен жұмыс. Қалай жұмыс жасау керек? Әйел қалай өзгеру керек? Неден бастау керек өзгерісті? Дұрыс айтасыз негізі ғой. Мысалы, мен айттым ғой, мен кішкентай балам ауыра береді, жөтеле береді. Мен неден десем, мен оған аузына бүкіл антибиотик тығып, оны ауыртып жүрсем, оказывается, ол менің состоянием екен, менің ішкіндегі айта алмай атқан андай енеге айта алмаймыз, күйеуге айта алмаймыз, басқа біреуге айта алмаймыз. Ішіміз қайнап жатады. Бала біздің өзіміздің ішкі боліміз, немізді өзін жеңілдету үшін, анасының жеңілдету үшін бала сол арқылы шығарады. Банағыдай, мен айтамын, мен осы психосоматиканы білген кезде, мен білген кезде мынандай балама дәрі бермейтін едім ғой, шындығына келгенде расымен. Бала мысалы кейде келеді, жолдасымен ұрсып қалады, ренжісіп қалады, сосын алады, кім әлі келмейтін өзінің әлсіз адамға жабады ғой, әлсіз алып кетті. Бүкіл біреумен ренжісіп қалған несін бүкіл баласына ұрсып, соғып, бүкіл энергия, негативті энергия баласына құйып тастайды. Уже бала көтере алмайды оны. Сосын ауырады бала дейді. Бана бүкіл жаман энергия ғой адамдардан. Қазіргі адамдар ұрсып энергия алады біреулерден. Бұны психологияда вампир деп айтады. Себебі өзінде жетпей жатқан энергияны ұрсаң керім болып қаласың осы арқада шығып бұлар ойынша ойлайды, бірақ сол кісінің энергиясын алып алады. Ал сіз бүкіл жаман негативті алып алдыңызда балаңызға құйып бердіңіз. Бүкіл энергия жағымсыз қайда кетіп жатыр? Бала кетіп жатыр. Сонымен қатар біздің дұрыс айттыңыз, ана іші сау болу керек, өзіне сенімді болу керек. Өзіне сенімсіз ана баласына қалай сенімділікті үйретеді мысалы. Сондықтан өзіне сенімді болу үшін ананың өзінің самооценкасы дұрыс болу керек. Ішкі ниеті дұрыс болу керек. Самооценка қалай жасады, мысалы, сен бір нәрсені жақсы бетіңе 10 тонна бояу жап, шашын күштетіп, сықып киініп аларсың, бірақ ішіңде сенің бір нәрсе дұрыс жасамай жүрсең, мысалы, ниетің біреуге болмасын, немесе көре алмау біреуді, немесе біреуге жамандық тілеп тұратын болсаң, бәрібір сенің ішкі интуицияң айтып тұрады. Сен бәрібір сөйтіп бықсытып жатсың ғой, сен не істеп жүрсің деген сияқты айтып тұрады. Бәрібір ол ішкі нәрсесі. Самооценканы қалай көтереміз сонда? Сон самооценканы мен өз басыма айтайын, самооценка дегенде бұл ең бірінші өзіңді қалай бар солай қабылдау. Мысалы, мен өзімді қабылдамай арқылы Аллаға менің претензиям бар. Мен дұрыс жаратпадың сен. Басқаларды күш жараттың, мен дұрыс емеспін деген сөз. Ал қайда сен өзіңді қалай бар солай жақсы көрген кезде, мына жүректің көзі ашылады. Жүрек көзі ашылады, жүректің көзі ашылса, қақтықтың түстері сәулесі дейді Абай атамыз айтқандай, шындығында келгенде мына жүрегің айтқанда мейірімділікке толып кетеді. Кез келген Алла Тағаланың жаратқан мына құстары, мысығы, барлығын жақсы көріп кетесің ғой. Мейірім, махаббат. Даже мен қазір айтайын, мектепте жүрмін ғой, садиктің балдарын да, мектептің балдарын жақсы көремін. Жан тәніммен жақсы көремін. Шын білмеймін, қалай жақсы көремін десең, оказывается, оны түсінген нәрсем жүректің көзі ашылған кезде Аллахтың жаратқан дүниенің барлығын жақсы көре бастайсың. Күшті, Енді бұған қалай жеттіңіз? Қиналып жүрген кезде мен Кәмшат Бекжетованың сыйлығына қатыстым. Сол кезде 60 шүкіршілік жаз деді. 60 шүкіршілік жаз деді. Мен жазайын десем жаза алмаймын. Жеткізе алмаймын. Bir күн жеткізе алмаймын, 2 күн жеткізе алмаймын. 3 күн әйтеуір жеткізу керек болды. Бір отырған кезде бірден 60 шүкіршілікті орныңнан тұрмастан жазу керексің. Иә, неге шүкір етесің, соған жаз деді. Содан мен 1 күн жазам, жеткізе алмаймын, 2 күн жеткізе алмаймын вообще. 3-ші күн жаздым бір жер отырады. 60-тан да асып кетті кәдімгі. 100-дің үстіне шықты. Дедім, мен қолымда дәптеріме қарадым да. Мен не зарлап жүрмін дедім. Алла Тағала бәрін беріп қойған екен ғой. А мен болсам мына зарлап жүрмін. То анау дұрыс емес, то мынау дұрыс емес. Содан түсінген нәрсем Алланың бірінші Аллаға деген шүкіршіл болу керек екен. Иә. Мына шүкіршілікті біз ауызбен айтамыз ғой. Просто шүкір деп. Бірақ ар жақ деңгейімізге шүкіршілікке жету үшін мен өзім проработкадан өткеннен кейін түсіндім. Проработка деген біз жалпы мына ішкіде біреуде адамның ішінде ренжіш болғанда, мысалы біз сөзбен кешірдім деп айта салу, ол жай ғана оңай. Просто оңай. Но бірақ та адам өзінің ішке түсініп, кешіре алмай жатқан адамды кешіріп
бір бірін түсінген кезде ол оған түсінік келе бастайды. Осознанно жаңа проработка өткен адам негізі осознанностьқа келеді. Осознанность деген нәрсе ол өз-өзіңе жауапкершілікті алу ғой. Мысалы, яғни біреуге жауапкершілікті артып қою емес, өзіңе жауапкершілікті арту. Яғни бала позициясынан ересек позициясына өту. Бала позициясында адамдар қалай, анау бүйтіп қойды, мынадан, ана өзі кінәлі деп өзін не істемейді, өзге адамдарды кінәлайтын болады. Ал ересек адам кез келген ситуация мен өз басым, бұл ситуация маған не беріп тұр деймін. Мен ол адамды кінәламаймын. Бұл ситуация маған не беріп тұр. Мен бұдан не сабақ алуым керек деп өзіме сұрақ қоямын. Вот көрдіңіз бе, кез келген нәрсені жауапкершілікті алу өзіме. Яғни маған кез келген адам Алла Тағала жібермейді, Алла Тағала адаммен сөйлесе алмайды ғой. Тек біз адамдар арқылы сөйлеседі. Маған мысалы мен бір адам ренжітті ме мені, демек сол ішінде мен ренішім бар. Мысалы айтайын, мен бір нәрсе көңілім болмай, көңіл күйім болмай, мысалы немесе бір ренжіп қалдым, айта алмай қалдым да, бірақ жылағым келді, жыламай эмоциям ұстап қалдым. Сосын басқа адам келеді, мені обязательно ұрысып, ренжіп, мені жылатады. Енді бұл жерде Аллах Тағала мейірімі сондай, менің ішінде эмоциям шығара алмай қалған нәрсені жыламай қалғаннан кейін осы адам келіп жылатты. Мені шығарып тұр, көріпсіз бе? Демек мен ол адамға неге ренжуім керек? Мен рахмет айтуым керек, что ол мені мен эмоциямды шығаруға көмектескен үшін мен адамға рахмет айтуым керек қой. Эмоция шықпай қалса, бұл ауру болады. Эмоция шықпай қалса ауру болады. Мына обида, реніш, эмоциялар ол адамға келгенде банадай блок болады, банадай айтады ғой, блоктарың көп деп. Сосын адамдарда банадай блок болған кезде аурулар болады. Сосын банадай өмірінде банадай кедергілер көп болады. Айтады ғой, жолым болмай жүр деген сияқты нәрседе. Бір нәрсе бастағым келеді, бастай алмаймын, істегім келеді, істей алмаймын. Істесем болады, қайдан бастасам болады. Сол жаңағы сіз айтып отқан эмоциялардың шықпай қалғандығының бірден бір дәлелі болып тұр ғой, иә? Сонымен қатар психосоматика дегеніміз, жалпы психожан, соматика ол дене ғой. Біз қазір ауырады, адамдар дәрігерге барады, емделеді, бірақ ол бер жағы. Ар жағында нәрсесіне бармайды, бұл ар жағында, бұл психикасына бір әсер еткен бір жағдай болды. Демек, сол әсер етті сол жағдай. Сосын ол миға сигнал береді, ми алады денеге жібереді. Демек, біз денені жалғыз емдеп қоймай, ар жағында түпкі психикасына үңілсек, аурудың жазылуына мынандай көмек тимейді. Анау Луиза Хейдің кітаптары көп қой, осы психосоматология, психосоматолог деген қазір мамандықтар шығып жатқанда, шынымен де қуанам, қазір дәрісіз-ақ негізі емдеуге болатын, өз-өзіңмен жұмыс жасау, өз-өзіңді құшақтау, сипау, сол жақсы көру. Жаңа сіз біздің самооценка дедік қой, өз-өзіңді бағалаудың ең бірінші техникасы шүкіршілік жазу болып тұр ғой, екінші техника ретінде проработка, өзіңмен жұмыс проработка өткеу. Негізінде көбіне банадай біз бессознательный түрде, бейсаналы түрде шешім қабылдап тастаймыз. Мысалы, өзімізді бір әлсіз, керексізбін, мысалы мен бір түрлі артықпын, ешнемін деген сияқты нәрсені қабылдасақ, біздің бүкіл өмірімізде сондай ситуациялар келе беретін болады. Өйткені біздің түп санамызда 95% түп санада болады да, 5% ақпарат санамызда болады. Санамыз қалайды. Ақша тапқымыз келеді, бай болуымыз келеді, жетістікке жеткіміз келеді. Мысалы, сондай жеткен кезде қалағанымыз саналы түрде қалаймыз. Бірақ түп санамызда біздің байлыққа деген қорқыныш болатын болса, немесе байлық туралы негативті убеждение, мысалы, байлар жылайды, байлар сондай бір ұрлықпен келген деген сияқты, немесе сондай негативті убеждение болса, ол біздің түп санамыз бізді қорғау үшін байлыққа көрсетпейді, байлықтың жолын көрсетпейді. Сондықтан біздің түп санамыздағы программаны өзгертуіміз керек қой. Программаны өзгертетін проработканы кез келген адам жасай алмайды, оны арнайы психолог маманмен жасау керек, солай ма? Сіз сол проработкаларды жасайсыз? Жасаймын, иә. Қалай жасайсыз? Келген адаммен бағыты қалай болады? Мәселен, мен сізге проблемамен келдім, онлайн жүре ма бұл? Офлайн? Жалпы мен басқа қалаларда офлайн түрде жүреді, бір запроспен келеді. Енді онлайн ауылда болса, ауылда жеке келеді, ал басқа қалада офлайн түрде. Ол сұрақ жауап па?
иә, мен подсознание түсетін сұрақтарды қоямын, сол арқылы ол өзі жауап беретін болады. Қымбатты көрермен, Гүлдәурен ханымның инста парақшасына жазылып, мен мына жерде барлығын көрсетіп қойдық, жазылып, жекесіне шығып, проработка жасауыңызға болады. Қымбатты көрермен, дәл қазір осы YouTube арнасына подписаться дегенді басып, тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді жаңа сіз психосоматология, яғни психосоматология деп аталады ғой, ауруды дәрісіз емдеу, яғни психологиялық себебін білу. Ол бағытта психосоматолог ретінде сіз қандай қызметтер көрсетесіз? Мысалы, енді біздер дәрігерге қарсы емеспіз, психосоматолог дәрігерге қарсы болмайды, дәрі емін ала береді, бірақ қосымша өзінің түпкі себебін анықтап сонымен жұмыс жасаса, нәтиже одан жақсы болады. Мысалы, енді мен өз басым, кеше сіз мені шақырдыңыз, мен ауырып қалдым. Өйткені менің бір сол түсіндім де, мен бұл жағдай қарап болған жоқ. Демек, менде қарсыласы болып жатыр, мынадай. Ол мен миыма нәрсені четко көрсетуім керек еді. Сосын өзіммен жұмыс жасадым мынадай. Қалай жұмыс жасайсыз? Миыма көрсеттім уже. Бұның құндылығын түсіндірдім. Ми всегда қорқады. Мысалы, біз қорқсақ, ми одан 10 есе қорқады. Сосын қорққаннан кейін бізге денемізге сигнал жүріп тұрып, психикама әсер етті. Мен аурудым уже. Көрдіңіз бе? Мен бұл жерде құндылығын түсінуім керек. Алдында сіз айтып не істегеннен кейін, мен осы түсінуім керек еді. Сразу миға мен жұмыспен жүрдім. Басқа алдаусыраттым. Сосын менде бір не болды, бірінші рет подкасты, мен кішкене болса адамдарды қуып алып жүріп, ми өзгерісті қаламайды. Сонымен мен миыма көрсеттім. Мен бәрі жақсы болады. Біз ең бірінші ниетімді өзгерттім. Мен адамдарға кішкене пайдалы болайыншы деген ниетті өзгерттім. Ниетімді сразу өзгертіп алдым. Себебі любой кезде мен ниетімді өзгертіп жаңартып тұрамын. Себебі амалдан ниет жақсы дейді ғой. Мен кішкентай, мен кезіндерде нанға табатын ақшам болған жоқ, шыны керек. Нан үй жалдап тұрдық. Даже нанға табатын ақшамыз болған жоқ. Алтындарын бәрін ломбардқа салып жіберемін. Табыс тауып алдым, бірақ оның берекесі жоқ болатын болды. Қалай бұл неге адамдар сияқты деген нәрсе? Өйткені сенің ішіндегі дүнияның бәрі сыртқа шығарып екен. Өйткені мен ішінде өкпе, реніш, претензия, өзімді қабылдамау, өзімді жақсы көрмеу, сондай нәрсе болған кезде сенің ақшаң да берекесі болмайды, сенің өміріңнің нәрсе болмайды. Шындығында келгенде мен өткенмен өмір сүріппін да. Ал шын қазір түсінген кезде өткенімді өтіп кетті, енді ол қайтып келмейді, ол жыласаң да, сықтасаң да қайтып келмейді. Ал болашағымыз бұлыңғыр, оны ала біледі, тек қана Аллах біледі, оған тапсырамыз. Ал біздің негізгі өмір сүретіміз қазіргі сәт. Қазір айтады ғой, бүгін сенің соңғы күнің десе қалай өмір сүредің дейді. Осы сұрақты кез келген адам өзіне қою керек. Мысалы, мен өзім бүгін садақа берер едім, адамдарға жақсылық жасар едім, балалармен, отбасымен күнімді өткізер едім, адамдарға жақсы сөздер айтар, ата-анамды құшақтап сүйер едім деген сияқты. Мысалы, ұмытпасаң бүгін соңғы күн деген сияқты. Әрбір күніңді, сәтіңді сөйтіп өткізу керек. Мысалы, мен пайдалы болуды ең бірінші өзіңме, мысалы, айтады ғой, бұл қоғамға ала берем демес, не бере алам деп өмір сүру керек. Сол кезде сенің мына жетістікке жетуінің құпиясы сол. Мен не бере алам деп. Өмірде алу беру заңдылығы бар. Мысалы, кез келген адам, мысалы, ала бергісі келеді. Мен өз басым, мысалы, қазір тегін сабақтар дегенде, тегін бір скидка іздеу, тегін алып кетейінші деген нәрсем жоқ. Өйткені мен мышлениемді өзгерту үшін тегін деген нәрсеге жүгірмеуім керек. Қазір көбіне, мысалы, мен тегін проработка жасаймын десең, адамдар бәрі маған маған дейді. Бірақ баланс болу керек. Ол жерде ақшаны маған төлемейді, мұны Алла Тағала, вселенная деп айтады ғой, Алла Тағала соған береді. Өзіңнің құндылық өміріңді сен қанша бағалайсың, мысалы. Мен неге, мысалы, мен кезінде мен бұлай өмірімді сүре алмаймын, мен өзгертуім керек, маған бір нәрсе керек деген нәрсемен өзімді алып шықтым. Мысалы, адам сондай ситуация болу керек. Жаңағы нанға ақша таппай, қиналып жүрген Гүлдәуреннің неше жылдан кейін, мынау қазір айтып отқаныңыз? 5-6, мысалы, өзімен жұмыс жасағаным 7 жыл сондай себебі. Осыдан 7 жыл бұрын нанға ақша таппай, қатты өкпелі, реніш,
сондай жүрген Гүлдәуреннің 7 жылда адам танымастай өзгеріп, проработка жасап, өзге ханымдарды өзгертуге әрекет етіп жатқандығы, бұл шынымен де үлкен нәтиже, иә? Уже баяда мен ойласам танымал болатын кезім болды деймін, иә. Бірақ мен көз тие өліп қаламын деген қорқыныш болды менде. Мен шықпайтынмын. Анан эфирге маған осы көп сұрақ қоятын, Гүлдәурен неге былай жасам да, неге өзін көрсетпейді екен деген сұрақтар да келетін болды. Бірақ менің ар жағымда қорқыныш банағыдай көз тие өліп қалады деген. Себебі менің әкемнің ағасының қызына сөйтіп көз тие өліп қалды деген не болды да, ол мен уже сразу қабылдап алғам ғой. Мен уже ода деген пысық болған, ашық болған деп бар ғой. Содан мен осы қорқыныш, мен өзім проработка жасаттым. Иә, жасаттым. Мен осы өліп қалам деген қорқыныштан осы қорқам деп проработка жасатқаннан кейін мен уже эфирге шыға бастадым. Оның ар жағында Алла қаламаса маған ешкім сені тигізе алмайды деген программаны тырыстадым. Сосын проработканың бір пайдасы, мысалы мендегі қорқыныш, негатив, эмоциялар банағыда барлығы менің балаларыма өтіп кетпейді. Мен өзіме жасаймын ғой, мен балаларыма бермеймін. Мысалы, менің өзімнің әке жағымнан, шеше жағымнан 46 хромосома бар. Шешем жағымнан 23 хромосома, әкем жағымнан 23 хромосома. Яғни менде 46 хромосома. Оның ар жағында әке шешесінің хромосомалары кетеді, яғни ДНК дейді. Не үшін жеті атаны алыспаңдар дейді ғой. Сонда қан, оның бүкіл қорқыныштары, эмоциялары, бүкіл блоктары баласына өтіп кетеді. Ал проработка осыны өткізбеу үшін. Қандай күшті. Жалпы енді соңғы кездері осы психология саласына дендеп кірісіп жатқан адам көп. Сосын қазір енді инстада болсын, көп жерде бір ақыл айтып жатқан психологтар көп. Біріне сенсең, біріне сенбеу керек па деп ойлаймын, фильтр керек па деп ойлаймын. Өйткені бәрін бірдей тыңдай беру дұрыс па, бұрыс па? Негізінде адам енді қазіргі олар да бір жақсы жаман нәрсе айтпайды ғой. Ата-енемен дұрыс бол, өзіңді ғайбат айтпа деп олар. Бірақ адамның өзінің бір тыңдайтын, осының бір өмірінен алған нәрсе болу керек. Мысалы, мен өмірімнен оны өткізбесем, мен айта алмас едім. Мысалы, өзімнің практикамнан өткізбеген нәрсені даже мен айтпай. Өйткені мен өзім өміріне қолданамын, өзімнің өміріне өткізгеннен кейін ғана барып, мен адамдарға айтамын. Жалпы осы енді жаңа айтып жатыр ғой, әлеуметтік желіде көбінесе қазір екінің бірі психолог болып кетті деп. Кәсіби психологты қалай таңдау керек? Кәсіби психологтан айтамын ба? Адамдар ойлайды да, мысалы, барлығы психолог айтатындар бірі ғой деп айтады, бірақ адамның өзінің бір тыңдайтыны болады. Мысалы, менің сөзім сізге или басқа бір өтпей қалуы мүмкін, бірақ келесі адамға өтеді ол дейді. Мысалы айтады, иә. Сондықтан кәсіби психолог ең басты өзінің банағыдай жүрегі кең болу керек, мықты маман болу керек, өзінің ісінен. Үнемі даму үстінде болу керек. Білім саласына қанша ақша құрттыңыз? Кімдерде білім алдыңыз? Менің негізі, мен білім саласына, мен айтайын, мен су тасқын болатын кезде бар ғой, елдің бәрі зат дүниясын жинап жатса, мен кітаптарымды жинап жатырмын ғой. Мен зарплата алған сайын бір кітап аламын. Кітап көп оқимын. Мысалы, алдында біреу айтады, мен ораторлық курсқа бардым, қатыстым, бірақ маған дым істеген жоқ дейді. Мен айтамын, адам дейтін курсқа келгенде, мына оқуға кезде сен бірінші нең болу керек? Кітап оқуың керек. Сен адам мына сөздік қоры қайдан келеді? Кітап оқығанмен келеді. Кітап оққан пайдасы жалпы адамның мына қазір елді басқаратын кітап оқығандар дегендер, ол фокус қой білгендер, яғни фокусын өзіне қоя білетін адамдар. Фокус шашаған қылмайды, фокусты жинақтап береді. Сондықтан кітап оқығанның пайдасы, мен айтамын, хотя жарты сағат болса да кітап оқуың қасында сен әлеуметтік желіге сен 40-30 минут, 41 сағатта отырып қаласың. Ал жарты сағат кітап оқысаң, сен қандай пайдалы. Өзіңнің, мысалы, кейде мен Алла Тағалада, мен көп сыр аша бермеймін. Алла Тағала айтам, осы мені қинап тұр. Осы сұрақтың жауабын білім келеді деймін ғой. Не осындай бір подкасттарда, немесе бір кітаптан соның жауабын табамын ғой мысалында. Сондықтан көбіне білімге мен ақшаны аямаған жоқпын. Шыны керек, мен даже санын білмеймін. Осы соңғы психосоматологты Эльмира Кударова мен Дәуренбек Кударовтардан оқыдым. Сіз тәубе методикасының консультанты екенсіз. Қалай, не істеледі бұл жерде тәубе методикасының артықшылығы неде? Жалпы тәубе методикасын біздер айтады, тәубе келу үшін күнә жасап қойдың, мысалы күнә жасап қойдым,
сол үшін тәубе етуім керек екен деп ойлайды адамдар. Жоқ, олай емес. Кез келген мысалы, даже мен біреу туралы жағымсыз ойласам да, мен сол үшін тәубе етуім керек екен. Барлық шешімнің бәрі тәубеде жатыр екен. Яғни мен осы мысалы біреу туралы жағымсыз ойлағаным үшін кешірім сұраймын анадай. Енді сол сол кешірімді Аллахтың енді біз енді пендеміз ғой, келесіде қайталамаймын деп уәде беремін де, бірақ біз сол жерде Алланың құлы ретінде біз қайталамауға өзінің несі бар, денесі бағыттарымен бойынша жүреді. Сол кезде біз уәде етуіміз керек те. Сосын мысалы мен сол адамның ең бұл тәубе методикасының ең артықшылығы, мысалы мен сіз туралы жағымсыз ойлап, сіз туралы ғайбат айтып қойсам, мен сізден кешірім сұрауым керек кәдімгідей. Иә. Білмейсіз ғой сіз менің ойымды. Мен сіз туралы, мен айтпасам да, мен сіз туралы айтпаған жоқпын да, бірақ не обязательно мен сіз туралы ойладым, мысалы, сіз туралы ғайбат айттым, сыртыңыздан, мысалы. Мен естіген жоқсыз. Бірақ мен сізден кешірім сұрауым керекпін, себебі айтады ғой, пенде өзінің пенде адамды кешірмесе, Алла тағала кешірмейді дейді ғой. Анау эгоға қатты тиетін нәрсе айтып жатырсыз ғой. Келесіде сіз, білесіз ба, келесіде сіз біреуді жамандамайтын боласыз. Келесіде біреу туралы ғайбат айтпайтын боласыз. Бұл эгоны сындыру. Біледі ғой, эгоны тәкаппарлықты адам өзінің тәкаппарлығын өзі сындырып жүру керек. Менің фишкам тәкаппарлықты ең сындырады. Фишкам айтайын, кешірім сұрау. Өзің сұрайсың ба? Кешірім сұраймын. Мен біреуден де мысалы, мынадай Алладан болсын, адамнан да болсын, кешірім сұрау. Мысалы, сен ренжітіп қойсам, кешір. Артық айтып қойсам, кешір деп. Өйткені біз, жалпы біздерде көбіне білімдер болып, эго көтеріп кетеді, мен бәрін білемін. Не ғой, жақсы енді, былай кешіре салсын, бірақ мен сені жамандап едім, кешірші десең, қалай жамандадың дейді ғой. Не, обязательно айту керек емес. Нет, айтпайсыз. Мысалы, айтамын десең, сіз артық сөз айтып қойдым десеңіз, бұл жерде кешірім кешірім сұрау. Мысалы, сіздің көңілін сеп айтып қойсам, мысалы, сен туралы артық әңгіме айтып қойдың. Не екенін сұрамаш, просто кешірші деп. Пенделікпен болғасын болады. Мысалы, пендеміз ғой, барлық адамдар пенде, қателесуші, енді оғанда болады ғой. Бірақ та сол бір одан кейін сен уже бір туралы айтатын енді кешірім сұрағаннан кейін жолың ашылады. Тәубе методикасынан кейін міндетті түрде жолың ашылып, табысың еселеніп, өзің мына бір жүкті тастап тастағандай жүретін шығарсың, иә? Әйтеуір ана бетіне нормально қараймын, кешірім сұрап алдым ғой деп. Енді ол методиканың өзінің нелері бар, енді біз оны шарттары, тәртіптері болып тұр ғой, яғни сізге хабарласатын болса, сіз сол тәубе методикасы бойынша кеңес бере аласыз. Даже оның мысалы сіздің проблемаңыз мүмкін ата-бабаларыңыздан келіп тұруы мүмкін, мысалы. Иә, ар жақтан келеді. Соны анықтаймыз, мысалы. Сіздің қазір менің өзімнің жақын бір проработка болды. Бір керім қорқыныш болды менде. Білмеймін ол қорқыныш қайдан келді, не деп. Егер біреулер звондаса, мошенник бола ма, мен алдап кететін сияқты қорқыныш. Соны проработка жасаттым. Мен әкемнің қорқынышы кәдімгідей. Сізге беріліп тұр, иә? Сізге беріп тұр. Маған әкемнің қорқынышы маған беріп тұр. Как я проработала, мен спокойно стал. Мен одан кейін мен балаларымды істеп жүрмін. Кез келген адаммен сөйлеспеңдер, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер, олардың мазасын алып жүрмін. Мынау нағашы атасының жаңа эмоциясын уже жиендерге беріп жатырсыз ғой. Иә, солай көрдіңіз ба? Қандай? Сол мынадай. Иә, біздің ең керемет бұл методика. Енді бірінші біздер Аллахтың қалауымен ғой, Аллахтың, бірақ шынымен жұмыс жасайтын, нәтиже көреді. Өзімнің маған уже бір ай болмайды, уже нәтиже. Айтады, өтпей атқан машинам өтіп кетті. Бір ер адам келді маған, бизнесін аша алмай жүрмін көптен деп. Сосын соны айтқан кезде кеше жолдасқа хабарласып тұр. Мен жолдасым бизнес ашты уже, кәсібін бастап жатыр деген сияқты. Иә, расымен енді ол бізде менде отзывтар бар ғой, бәрін салып қоямын. Кейбіреулерін сала алмай жатамын. Сондай нәрсе де. Керемет, Гүлдәурен ханым, сіздің әлі де береріңіз көп, ендеше сіздің жұмысыңызға, ісіңізге Алла береке берсін, сәттілік тілеймін. Енді сұрақты жігіттерімізге байланысты қойғым келеді. Енді әйел адам болғаннан кейін өзіңнің дамығаның бір бөлек, азаматыңды дамытқан, соның табысын еселеген, соның бір жетістікке жетуіне әйелдің энергиясы жұмыс жасай ма? Күшті сұрақ. Мен осы туралы айтайын. Жалпы біздер күйеулерімізді өзгертеміз, бүкіл энергиямызды жоямыз ғой. Қазір көбіне бізде проблема не, ер адамның бағанағыдай рөлін алып алған ғой. Жалпы негізінде біздерде былай адамдар
алланың рөліне кіріп кетеді, екіншісіне ата ананың рөліне кіріп кетеді, үшіншісі күйеуінің рөліне кіріп алған ғой. Сосын өмірде біз не болады, хаос басталады. Яғни әркім өзінің орнында тұрмағасын, бейберекетсіздік басталады. Біз енді мысалы қарапайым күйеуінің мысалы мен атады, ер адам диванда жатады, ал әйелдер диван көтеріп, стол көтеріп сөйтіп жүреді. Мысалы, ол еркектің өзінің несін. Конечно, бәрін әйел істеп қойып атқасын, әйелдер ренжиді, мен бәрін істеп жатырмын, ол жатады деп. Себебі әйел оның алдына шығып алып өзі жүгіріп жүргесін, ердем істейміз енді қайтып қалпымызға қалай келеміз. Әйел өзінің айтады, женственный болу керек. Мен көтере алмаймын. Мысалы, мен өзімде үйде лампочка жанып кетсе, үйде жолдасым болса, мен дейтін, лампочка жанып кетті, мен жаға алмаймын деймін, болды. Ол жағып береді. Әйел адам әлсіз болу керек. Өзінің әлсіз екендігін мойындау керек. Ер адамның табысына әйелдің энергиясы, әйелдің состояние дейміз ғой, ішкі халі әсер ете ме? Әсер етеді. Баға ер адамға қолдау өте қажет болады. Айтады ғой, мысалы, кейде болады, мысалы, жолдасы дүкен тамақ алып келген. Ананы дұрыс салмапсың сен, мынаны неге бүйтпепсің дейді. Кейбір претензия қоятын әйелдер бар, енді көріп не істесем. Болмайды, иә? Болмайды. Әкеліп берсін, не ал келсе де, келесі ол адам әкелмейтін болады. Құрсын оған бәрі жақпайсың дейді. Әйел бір түйір шоколад алып келген кезде, рахмет саған, күшті қуанып қалдым деп мәз болса, ер адам соған әкеліп бергісі келіп тұратын болады. Көрдіңіз бе? Элементарно біздер нені күтеміз? Көп нәрсені күтеміз. Ол маған бриллиант алып берсе, ол маған айфон алып берсе, ол маған гүл берсе деген. Элементарно кішкентай нәрседен бастаңыз. Бір түйір шоколадқа мәз болыңыз. Сізге уже ер адам сізді қуантуға асығып тұратын болады ғой. Себебі неге ер адам өзін герой сезінгенде, өзінің сондай жауапкершілікті өзі алған кезде, соны істеуге асығып тұрады. Түсінікті. Арманға жету үшін, мақсатқа жету үшін не істеу керекпіз? Мақсатқа жету үшін всегда мен мақсат деймін, жазамын. Жазған нәрсем орындалады. Жазғанда тәртібі қалай соның? Мен боламын ба, әлде мен болдым ба? Негізгі тәртібін айтыңызшы. Қазір қалай болды? Болдым, мысалы. Мен Астанаға бардым, мысалы, шетелге шықтым деген сияқты. Бірақ оның дейді нақты, мысалы, біз шетелге шықтым деп айтқан, шығам дегенде шетелге шығу арман болған кезде, қайырлы түрде, көркем түрде деп сұрау керек екен. Мен көркем, қайырлы түрде, Турцияда, 5 жұлдызды отельде отбасыммен демалдым. Демалдым деп, демалуға бардым деп айтып. Демалуға бардым. Мысалы, болып кеткен зат сияқты жазып тұр ғой, дұрыс па? Болып кеткен, бардым. Егер де, мысалы, барамын деп болашаққа өкпайса, ол болашақтың еншісіне етіп қатты. Бірақ көне бізде... Сосын жаңағы қасына уақытын 2025 жылдың бірдеңесінші айы, бірдеңесінші күні мен бардым. Жоқ, негізінде біз, мысалы, кейде біз ойлаймыз, мысалы, осындай күні болып кетті, бірақ біз бармай қалсақ, уже біз жағында. Мен жаздым, болмай атыр деген күн етеді, манадай. Ал қаяқта бізге қайырлы түрде береді, сол кезде болады. Уже біз ана жерде уақытқа байланба дейсіз. Уақытқа байланбау керек. Сосын кейде біздер айтады, визуализация жаса, аффирмация айтады ғой, негізінде анадай біздің миымыз сенбесе, оған қолымыз жетпейді. Кейде біз айтамыз, армандаймыз, бірақ бұл арман менікі ме? Вот именно сол, да, мысалы, бәрі үй алып жатыр, мен аламын үйді десе де, ол арман орындалмауы мүмкін, да, мысалы, себебі ол менікі емес болса. Өткен жолы сіз сол бір жазбаңызда жазып қойыпсыз ғой, мен жаңағы көпшілік құсап СММ-ді үйреніп алдым, бірақ ол менікі емес екен. Иә. Блогерді оқып алдым, жұрттың бәрі блогер. Мен де парақшамды өзім жүргізейін. Мен уақытым жеткен жоқ, мен айтады, не болған жоқ, сосын қой, мынау менікі емес, таңертең мен бала садикке алып шығуым керек, жұмысым бар, алдымда тұрған оқушыларым бар. Мен историялар алды. Қой, мынау менікі емес дедім. Точно это менікі емес деп. Сөйтіп әр адам өзінікін білу керек. Өзінікін білу. Мен өзімнің айтады, адам өзінің миссиясын табу үшін, мен өзі проработканы түсіндім. Мен когда біреуге ақшасын басқасын ойламаған кезде, ол адаммен жұмыс жасап жатқан кезде, ол адам бір күшті болып қалдым деп жатқан кезде, мен рахаттанамын ғой. Демек, это мен когда сенің істеп жатқан жұмысың саған рахат сыйласа, бұл сіздің жұмыс, сіздікі деген сөз. Көп рахмет келгеніңізге. Біздің эфирдегі уақытымыз таяп келеді. Біздің хабарымыздың аты бәрі мүмкін. Сіз өмірде бәрі мүмкін дегенге сенесіз бе? Иә, бәрі мүмкін. Егер адамның өзінің бір соған сенсе, сол әрекет етсе, любой жерде айтады ғой, нәтиже береді Аллахтан, бірақ әрекетің дейді. Мысалы, мен
айтып қойып жатып алып ештеңе істемесе бұл жерде ешқандай нәтиже болмайды. Әрекет ету керек. Сонымен қатар кез келген жерде айтамын ғой, ниетің дұрыс болу керек. Иә. Мына біздерде айтамыз, сосын көбіне бізден не істейтініміз садақа жарияланбау керек дейді, садақа жарияланбайды. Көбінің қателігі мен бай болсам ғана садақа берем дейді. Ал шындығында келген кезде сіз баймай тұрып бастап садақаны беруің дейді. Бұл жерде 100 теңге деп болсын, 200 теңге, не важно, Алла тағала бізге 100 теңге салдым, 200 теңге салдым демейді ғой. Самый главный ниетің, сен ниетің етіп садақа беруің көбіне сол, мысалы. Ал өзімнің басты қағидам ең бірінші сол ниетің таза болу, ешкімге жамандық ойлама, біреу туралы вообще судить етпеу вообще. Я никто, мен ешкім емеспін. Мен де мынадай Алланың жаратқан құлмын. Болды все. Көп рахмет. Бүгінгі біздің хабарымыздан көрермендер өздеріне мынау жолыңды ашу, бала тәрбиесі, азаматқа қызмет ету, әйелдік энергияны көтеру, өзіңнің мынау бейсана дейміз ғой, санамен жұмыс жасау, бейсаналы жұмыс, тәубе техникасы, тәубе методикасы, жалпы өз-өзіңмен жұмыс жасау туралы өте көптеген ақпарат алды деп ойлаймын. Студияға келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге көп-көп рахмет. Мен бұл хабардан өте күшті ақпараттар алдым, өзіме инсайттар алдым. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Сізге риза болатын. Осы тәубе методикасынан кейін менің осы шаруам үйлесіп, осы керемет болды. Мен осындай қорқыныштарымнан арылып, осындай армандарыма жеттім деп сізге алғыс айтатын сіздің тұтынушыларыңыз көп болсын деп тілек айтқым келеді. Жұмысыңызға сәттілік. Әмир, сіздерге де шақырғандарыңыз рахмет көп-көп. Жалпы негізі айтам, мен айтатын нәрсем бар, неге айтам, өзі айтам, білем, сыймайды деп көп нәрсені айтуға болады. Негізі осындай подкасттарда бір адам, енді кішкене адамға пайдалы болып, кішкене болса бір адам өмірін өзгерте алады деген сияқты нәрсе болса, мен өзімнің өмірін өзгерттім, сіздер де өзгерте аласыздар деген ниетпен келдім. Сізге де көп-көп рахмет. Сіздің де береріңіз көп халыққа, сізді көріп жүрмін, бақылап жүрмін, кәдімгі күшті, сіз үлгі болатын ханымдардың бірісіз, өзім айтыр енді. Осы подкасттың шақырғандарыңыз рахмет. Көп рахмет сізге. Қымбатты көрермен, егер осы подкаст хабарымызды көріп отырып, сіз қандай ой түйдіңіз? Сізге қаншалықты пайдалы болды? Міндетті түрде комментке жазып кетіңіз. Сізге дәл осы хабардың ішінен сіздің өміріңізді өзгертуге, немесе күнделікті бір өміріңізде пайдалануға осы бір әдісі жақсы екен деген секілді ой түйсеңіз, міндетті түрде пікір ретінде комментке жазып кетіңіз. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше сау болыңыз.